Қазақстанда эпидемиологиялық ахуал күрделі, қызылша дерті дендеп тұр. Бұған тіпті дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының өзі алаңдап отыр. 2023 жылдың басынан бүгінгі күнге дейін елімізде 20 мыңнан аса адам қызылшаны жұқтырған. Тек бізде ғана емес, әлемнің көптеген елдерінде сырқаттанғандар саны көбеюде. Бұл дерттен ешкім сақтандырылмаған. Тіпті қызылшаға қарсы екпе алған күннің өзінде ауруға шалдығуыңыз әбден мүмкін. Қызылша жұқпасы бұл ауа тамшылық жолмен берілетін жіті жоғары контагиозды вирустық инфекция, асқынулармен де сипатталады, тіпті өлім жағдайына да әкелуі мүмкін. Бұл вирустық инфекция морбили вирус тұқымдас вирустармен шақырылады, парамексавирус туысына жатады. Бұл вирустың қасиеті ол 2 сағатқа дейін ауада, сыртқы орта объектілердің беттерінде сақталады. Адам сол ауамен тыныс алған кезде соны жоғары қауіпті, ол жұқтырып алу қауіпі өте жоғары. Жетісу облысында да қызылша ауруы өршіп тұр. Мамандар эпидемиологиялық ахуал тұрақсыздығына алаңдаулы. 2023 жылдың тамыз айынан бастап 800-ге жуық жағдай тіркеліп, оның 576-сы зертханалық сараптамада расталған. Бұл қосымша екпеге 6 айдан 11 айға дейін 2 жастан 5 жасқа шейінгі балаларды егеміз қосымша екпеге. 6 айдағыларды неге егіп жатырмыз? Потому что олар тек қана 1 жасында егіледі ғой балалар. Олар өзінің екпесіне жетпей, қазір қызылшамен ауырып жатыр. Сондықтан 6 айдан бастап, жаңағы ауырған балалардың ішінде 6 айдан бастап ауырған балалар өте көп. Сондықтан 6 айдан жаңағы екпе жасына жетпесе де балаларды егуге тура келіп жатыр. Жетісу облысында қосымша жаппай иммундаумен 37.114 адам қамтылды. Олардың ішінде балалардан бөлек медициналық қызметкерлер мен екпелерді өткізіп алған 18 жасқа дейінгі тұрғындар да бар. Биыл бұл екпе жоспардан тыс та салынып жатыр. Өйткені дәрігерлердің айтуынша ахуал күрделі. Тек вакцина арқылы ғана жаппай жұқтырудың алдын ала аламыз. Талдықорған қаласының тұрғыны Дана Разбекова да сырқаттан сақтану мақсатында нәрестесіне вакцина салдырған. 11 айлықпыз. Осы көрдім екене прививка алдық. Алдыңыздар, иә? Бүгін алдыңыздар ма? Жоқ, біз алдыңғы 7-де алғанбыз. Прививкадан кейін қалай сезді өзін бала? Жақсы сезінді, прививка жеңіл өтті. Ешқандай не болған жоқ, побочка болған жоқ. 6 айдан 11 айға дейінгі жас балалар, содан кейінгі 2 жастан 5 жасқа дейінгі балалар. Неге осы балалар қамтылды деген сұрақ болса, ауырып жатқан балалардың көбісі осы жас аймағындағы балалар болғандықтан, және 6 айға дейінгі жаңғы ана сүтінің иммунитеті бойынша балаларды ауырмайды деп есептесек, 6 айдан 11 айға дейінгі аралықтағы балалардан көп ауырғандықтан осы қосымша екпе алуға тырысу керек. Одан кейінгі балалар, жаңғы балабақшаға баратын балалар, именно 2 жас пенен 5 жас арасындағы балалар өте көп. Сондықтан осы жастарды қамтып жатырмыз. Қызылша ауруына тән белгілер: дене қызуының жоғарылауы, мұрыннан су ағу, көздің қызаруы, ауыз қуысының шырышты қабығында ақтақтардың пайда болуы, бетті және мойынның жоғарғы бөлігінде бөртпенің пайда болуы, содан кейін бөртпе қолдарға, кеуде және арқаға, ары қарай бүкіл денеге, аяқтарға, табанға таралады. Аурудың өршуіне басты себептердің бірі кейбір ата-аналардың екпеге қарсы болуы дейді дәрігерлер. Олар 1 жастан 6 жасқа дейінгі балаларына вакцина алудан бас тартады. Соның салдарынан науқастанған бала вирусты ауыр өткереді. Алғашқы белгілері температурасы көтеріледі. Бөртпе шықпай тұрып, аузының ішінде пятна коплика дейді, ақ нүктелер болады. Ол сеп шықпай тұрып, одан кейін ғана бөртпе пайда болады. Бөртпе ең бірінші бетінде қып-қызыл ала болып шығады, құлағының артына, содан ептеп төмен түседі, мойнына, денесіне, этапное высыпание дейді ғой. Содан ары қарай кетеді. Енді ол біз қызу көтеріледі. Осложнениясынан қорқамыз ғой, пневмония береді, отит береді, менингит береді, гнойный инфекция береді ғой. 87% балалар мен жасөспірімдерге келіп тұр. Оның ішінде осы
екпе алмағандар саны өте көп. Сондықтан осы уақытты пайдалана отырып Талдықорған қаланың және Жетісу өңірінің ата-аналарын келіп өз уақыты бойынша осы екпені алуға шақырамын.